Сәлем құрметті достар, бүгін біз вокалдан интенсивіміздің екінші сабағын бастаймыз. Алғашқы сабақта көрсетілген тыныс жаттығуларын дұрыс меңгеріп, қайталап үйреніп алды деген үміттемін. Енді бүгін дыбыс жаттығуларын осы тыныс жаттығуларымен бірге жасаймыз. Аузымыз жабық болу керек, ернімізден діріл байқап орындаймыз. Осы жаттығуды жасаған кезде еріннің айналасында вибрацияны сезініп жасаңыз. Егер дыбысыңыз әлсіз шығып жататын болса, онда іштегі опораны күшейтіңіз. Жай ғана емес, ауаменен деп орындаймыз. Енді осы жаттығуды бірге орындап көрейік. Орындап болған болсаңыз, қайтадан төмен түсеміз. Құрметті достар, егер сіз нотаға дұрыс түсе алмай жатқан болсаңыз, видеоны тоқтатып қойып, осы жаттығуды менімен бірге қайталап орындаңыз. Өзіңіздің дауысыңызды жазыңыз, одан кейін тыңдап көріп, менің дауысымменен салыстырып көріңіз. Бұл жерде өз дауысыңды өзің тыңдап орындаған өте маңызды. Ендеше осы жаттығуларды қайтадан төменге қарай сатылап орындаймыз. Жарты тоннан қанекей кет. Енді жарты тон түсеміз. Тағы да жарты тон түсеміз. Даусыңызға мүлдем күш түсірмеңіз. Сіз біріншіден жаттығуды дұрыс жасамайсыз, екіншіден ол сіздің тамағыңызға зиян. Және айта кететін маңызды жайт, жаттығудың барысында және жаттығудан кейін мұздай суды мүлдем ішпейміз. Ол зиян. Құрметті достар, енді келесі жаттығуды жасайық. Бұл жаттығуды да жабық ауызбенен орындаймыз. Жарты тондықтармен бірнеше рет жоғарылап және бірнеше рет төменге түсеміз. Сіздерге көрсетейін. Мұнда қанша дыбыс бар екенін көрейік. 9 дыбыс бар екен. Қане енді осыны бірге орындап көрейік. Жайлап, асықпай ғана нотаға тазалап түсіп орындаймыз. Ернімізді трубочка қылып дүрдетеміз, сосын оны оңға қарай сағат тіліменен айналдырамыз. Және керісінше солға қарай да жасап көреміз. Қазір сіздерге музыкасыз бірінші көрсетейін. Енді солға қарай. Беттің бұлшық еттерін, еріннің айналасындағы бұлшық еттерді жұмыс жасадамыз. Енді осыны музыкамен жасап көрейік. Енді керісінше бағытта. Қане өздеріңіз жасап көріңіздер. Бірге. Керісінше.
Енді осы жаттығуды жасап үйреніп болсаңыз, ары қарай жарты тондықтармен көтеріліп жасайық. Жарттан жоғары. Жарттан жоғары. Жарттан жоғары. Ең төмен қарай қайтамыз. Керісінше бағытта жасап жатырмыз. Енді осы жаттығуды мен ойнап отырамын фортепианода, сіз оны өз даусыңызбен орындап көріңіз. Айнаға қарап отырып, немесе видеокамераға бетпе-бет қарап отырып, орындап көрсеңіз болады. 1, 2, 3. Ары қарай өздеріңіз. Сіздерде егер жақсы болмай жатса, видеоны бірнеше рет көріп, бірнеше рет қайталап, өздеріңізде әбден жақсы болғанша осы жаттығуды қайталаңыздар. Одан кейін ары қарай жылжимыз. Құрметті достар, біз әнді орындағанда әнді жақсы жетік техникамен орындау үшін осы жасап жатқан жаттығулардың бәрі қажет болады. Сондықтан жақсылап жасап үйреніп болыңыздар. Енді келесі көрсетейін деп отырған жаттығуымыз глиссанда деп аталады. Онда дауысты және дауыссыз дыбыстардың үйлесімділігіменен дыбыстарды тайғанақтатып орындаймыз. Қазір мен сіздерге көрсетейін.
бірнеше рет қайталап орындап, әбден үйреніп алыңыздар. Ең бастысы, маңыздысы дұрыстап ноталарды есту. Дұрыстап естіп, дұрыстап өзіңізді естіп отырып, сыртқа шығару дыбыстарды. Ал енді мен осы музыкаларды сіздер үшін ойнаймын. Сіздер осы жаттығуды енді өздеріңіз жасап көріңіздер. Бұл жаттығуларды орындаған кезде тамағыңызда ешқандай қысым болмауы қажет. Егер тамағыңыз ауырып немесе бір жеріңізде бір ыңғайсыздық болып жататын болса, онда сіз яғни дұрыс емес жасап жатсыз. Қайтадан осы жаттығулардың бәрін тыныс алудан бастап қайта қарап шығыңыз. Сосын менімен бірге орындап, әбден үйреніп алыңыз. Осы 2 сабақты қайта көріп, машықтанып үйреніп алыңыз. Содан кейін барып, ары қарай тамағыңызда ешқандай қысым болмау керек. Осы жаттығуларды орындау барысында сіз өзіңізге тек рахат сезімде ғана әнді салуыңыз қажет. Ендеше, құрметті достар, сіздерге бүгінге тапсырма осы 3 жаттығуды жақсылап қайталап, видеоны қайта-қайта қарап, бірге орындап, әбден машықтанып үйреніп алыңыздар. Одан кейін келесі сабаққа сосын ғана көшейік. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.